Sizге өтініш айта кетем, белгілі ол сөзімді жақтырмасын. Шамасы келіп жатса іздеп келсін, болмаса тартып отсын аттың басын. Демеспін іредім мен, төредім мен, Алтайда шыңға біткен гүледім мен. Тектілігім таңылса деп келіп ем, Сарыарқада салған түн түренімнен. Ахановтай арланнан қорықпаймын, мықтылығым емес қой білегімнен. Мақсат ақын өз ұлың болса дағы, өзегімнен теппейсің білемін мен. Өздерінің арқанда ағайындар, Сарыарқаның желіңдей үдедім мен. Қаралтынның үстінде отырған ел, айналайын ағалтын жүрегіңнен. Халықтың болғанан соң ақыны біз, жыр дейтін шашылушы ед шашуымыз. Қанша жерден назданып отырсақ та, жігітті бір көруге хақылымыз. Ағатай бізді естіп отырмеген, жанағы айтып отқан батырыңыз. Елмен бірге көрейін мен деп байқап, сахнаға ойланбай шақырыңыз. Қайда әлгі Нұрмұхамед шықпайды ма? Қайда әлгі Нұрмұхамед шықпайды ма? Келіннің айтқан сөзін ұқпайды ма? Шайнек қайнап біткенше көндірдім ғой, шайнеп берген нәрсені жұтпайды ма? Мына қыз қалай өзі ұнады ма? Қалай өзі көңілге құлады ма? Шынымен ұнап отсаң дәл осылай, бармақпен жауап берші сұрағыма. Ол күндеше Нұрмұхамед айтыстан соң, сырғасын салатын бол құлағына. Жұтылмайтын жерде көп жұтылдым ғой, ұтылмайтын жерде көп ұтылдым ғой. Талай қыздың тұсауын кесіп өстіп, талай ұлдың аузына түкірдім ғой. Дидарды да осылай үйлендіргем, тәубе кезір Аллаға шүкірмін ғой. Енді кенже ініме келін тауып, ең соңғы міндетімнен құтылдым ғой. Ондесімен айтысты тоқтатайын, негізгі миссиямды бітірдім ғой. Осынау Қарағанды қаламызға келгелі көп жыл болды ағаңызға. Кілең қыздың ішінде студент боп кір жұқтырмай өскен біз жағамызға.